Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Гүлназ. Бүгін сырники дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен сүзбемізді ыдысымызға салып аламыз. Сүзбеміз міндетті түрде құрғақ болу керек. Егер сіздің сүзбеңіз сулы болатын болса, онда марліге орап, үстінен ауырлау тарелка немесе тағы басқа нәрселерді қойып, кішкене суын шығарып алсаңыздар болады. Одан кейін үстіне жұмыртқамызды, қантымызды салып, жақсылап бір араластырып аламыз. Ірімшігіміз түйіршікті болғандықтан, осындай блендердің көмегімен барлығын біркелкі етіп аламыз. Және де оның үстіне ұн салып, жақсылап тағы да араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін ұнымызды сеуіп, сырниктарымыздың формасын жасап бастаймыз. Қолыңызды ұнға кішкене батырып алыңыздар, сонда қолыңызға жабыспайтын болады. Осылай формасын жасап, тақтайымыздың үстіне қоя береміз. Және де айта кететін жайт, мен ірімшігімді мұздатқыштан алдым. Суы өте көп шықты. Оқтан да кішкене формасын жасап жатқан қиындық тудырып жатыр. Көріп тұрғандарыңыздай, сіздер барынша соңына дейін барлық суын шығарғандарыңыз дұрыс. Яғни ірімшіктің құрғақ болуы. Формасын ірі етіп жасадым. Менде барлығы 7 данасы шықты. Әрі қарай табамызды пешке қойып, үстіне сұйық майымызды құйып, сырниктарымызды жаймендеп қуыра бастаймыз. Қақпағын жауып, баяу отта 5 минуттай қуырамыз. Менде пешім максималды 9-ға дейін барады. Мен соның 6-сына қойдым. Жаймендеп қызара бастады. Енді арғы жақ бетіне аударып, тағы да 5 минуттай қуырамыз. Міне сырниктарымыз пісті. Қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мен таңқураймен және таңқурай тосабымен осылай әсемдедім. Қараңызшы, іштері прям толықтай пісіп, өте дәмді және жасауға өте жеңіл деп ойлаймын. Менің рецептімен жасап көріңіздер. Егер де менің видеом ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.